Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін біздермен бірге Арман ПВ 6 сынып қазақ тілі 9 параграф Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық театр туралы, драма театры туралы тақырыпты өтеміз. Бірінші тапсырмада Ақан сері Ақтоты трагедиясымен ашылды. 2010 жылы қаңтар айында Иран Республикасы Тегеран қаласында деп мына сұрақтарға толықтай жауап мәтін бойынша жауап берулеріңіз керек. Мына сөздердің қайсысы неологизмдер желі алып, несие фонетика термин, диалект бәдірен ауқат, кәсіби сөз қармақ, сүргі деген сөздер бізде кәсіби сөздерге жатады. Галочка қойып кетулеріңіз керек. Үшінші тапсырмада қос жазба күнделігін толтыру арқылы түсіндіру керек пікірлерді. Пікірлер: санасы бос адамның алдында ойнағанша, бос орындықтың алдында ойнаған жақсы. Театр дайын драматургияны қойып беру емес, ондағы оқиғалардың неге олай болғаны жайында ойландыру. Түсіндірме: санасы жоқ адам бос орында теңейді, яғни санасыз адам ойсыз затқа. Бірінші сөздің түсіндірмесі ойсыз затқа ұқсайды. Ал екінші сөздің түсіндірмесі: театр тек оқиғаны сипаттамайды, ондағы оқиғалардың себебі мен салдарын көрсете отырып адамдарды ойландыруға әкеледі, немесе ойландыруға шақырады, немесе жай ғана ойландырады деп айтсаңыздар болады. Төртінші тапсырмада артық болмасы білгеннің айдарындағы мәтінді негізге алып, төмендегі екі пікірдің бірін жақтап ой талқы өткізу керек. Біріншісі: жергілікті сөздердің қолданудың еш оғаштығы жоқ деп санаймын. Расында бұл сөздер тілімізді байытып тұр. Диалект сөздер арқылы бір сөздің бірнеше баламасы пайда болады деп айтсақ болады. Үй тапсырмасына ғаламторлардан, әдебиеттерден театр туралы ақпараттарды жинап, емле ережесін сүйеніп редакциялау керек, сілтемесін көрсету керек. Театр көрермендерге арнап сахналық өнер туындыларын көрсететін мәдени орын. Жалпы бұл тапсырма ешбір жерден көшірілмеген, сондықтан осы тапсырманы өздеріңіз үй жұмыс ретінде алсаңыздар болады. Олар түрлі жанрларда, мысалы драма, комедия, трагедия, опера, балет сияқты бағыттарда қойылады. Театр адамдардың эмоциялық дүниесін көрсету үшін арнайы жазылған шығармаларды сахнада орындау өнері. Театрдың тарихы өте көне, сондықтан оның негіздері ежелгі Грецияда пайда болған деген сияқты айтуға болады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.